Бүгінгі біздің тақырып қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері. Қазақстан тәуелсіздігінің тарихы таза парақтардан басталған жоқ. Оның өз ежелгі дәстүрлері бар. Бүгінімізді бағалап, болашағымызды болжау үшін де өз тарихымызды таразылап отыруымыз керек. Қазақ мемлекеті бірнеше кезеңдерде бастан өткізіп, түрлі тарихи оқиғалардың куәсі болды. Бұл қазақ мемлекеттілігіміздің дамуы мен құрылуының күрделі әрі ұзақ үдеріске айналдырды. Қазақ жерінде әртүрлі дәуірлерде пайда болған мемлекеттер мен тарихи бірлестіктердің өзара сабақтастыққа байланыстығы, билік құрылымы, құқықтық жүйесі, мәдениеті мен дәстүрі қазақ мемлекетінің құрылуына, қалыптасуына негіз болды. Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері: сақ, ғұн, ақ орда, сақ, ғұн, түркі, алтын орда, ақ орда, қарахан секілді ірі мемлекеттік құрылымдардан бастау алады. Әрбір тарихи кезең қазақ мемлекеттілігінің мәдени, тарихи, экономикалық тұрғыда дамуына ықпал етті. Хандығының құрылуының алғышарттары: қазақ жерінде ежелгі дәуірден көптеген мемлекеттер мен тайпалық бірлестіктер өмір сүрді, және бұның әрбіреуі қазақ мемлекетінің қалыптасуына негіз бола білді. Тайпалары: біздің заманымыздан бұрын 7-3 ғасырларда өмір сүрген сақ тайпаларының көп бөлігі қазақ жерінде өмір сүрді. Олардың соғыс өнері, ержүректілігі қазіргі келешек ұрпаққа мұра болып қалды. Көптеген осы туралы аңыздар бізге жетті. Томиристің керді жеңуі, қойшы шырақтың өз өмірін құрбан ете тұра 700 мыңдық әскері бар бірінші Дарийді адастырып шөлде қырып салуы, осы секілді көптеген аңыздар сақтардың ержүрек, мықты халық болғандығын дәлелдейді. Біздің заманымыздың 4 ғасырларында өмір сүрген ғұн мемлекеті көшпенді әскери жүйенің дамуына үлкен үлес қосты. Ұлы Қытай қорғанының салынуына бірден бір себеп болды. Сонымен қатар осы батысқа ұлы көш қонуы осы батыста еуропалықтардың көптеген өзгеруіне әкелді. Түрік қағанаты, яғни түркі мемлекеттері біздің заманымыздың 6 және 8 ғасырларында түркі мемлекеттері жалпы түркі этносының қалыптасу кезеңі болды. Ең алғаш 552 жылы тарих беттеріне, тарих сахнасына түрік мемлекеті шықты. Жалпы 542 жылдардан бастап түріктер Қытай деректерінде кездеседі. Ең алғаш Алтай жерінде мекен еткен түркі халқы кейін 552 жылы өздерінің тәуелсіздігін алып түркі ханатының негізін қалады. Иштиме хан 100 мыңдық әскерімен батысқа жорық жасап, Қазақстан жерін толықтай өз түркі ханатының құрамына енгізді. 603 жылы түрік қағанаты құлап екіге бөлінді: батыс және шығыс түрік қағанаты. Онымен қоймай көптеген мемлекеттер бір-бірінің мұрагері болып, бір-бірінің ізін жалғастыра берді. Бұл сабақтаса бір-бірінің ізін басқан көптеген мемлекеттердің дамуы ретінде қазақ мемлекеттілігінің негізін қалай білді. Соның ішінде негізгі елдерді айта өтетін болсақ: Түргеш мемлекеті 756 жылдар аралығында өмір сүрген Түргеш мемлекеті кезінде елеулі оқиға орын алды. Ол 751 жылы Тараз маңында болған. Арабтар мен түргеш әскерлері қосылып Қытай әскерлерімен соғысуы. 5 күнге созылған бұл соғыста толыққанды Қытай әскерінің жеңілуімен аяқталды. Қытай әскері осы тұста 3 негізгі оқиға болды. Қытай әскері толығымен жетісу өңірінен толығымен шығарылады, яғни қуып шығарылады. Ал түргеш мемлекет жетісуда қалғанымен бұл жерде ислам діні кеңінен тарай бастайды. Екінші Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрген Қарахан мемлекеті Мауреннахр, шығысы Қашқар, солтүстігі Балқаш жерлерін алып жатты.
Жалпы Қарахан мемлекеті 1960 жылы ислам мемлекеттік дін реті болып қабылданады. Бұл түркілердің ішінде ең алғаш ислам діні мемлекеттік дін болып болған ең алғаш мемлекет еді. Бұны бекіткен Мұса хан болды. Ең алғаш осы Қарахан мемлекет негізін қалаған Садық Боғра хан өзі де ислам дінін қабылдайды, бірақ ол мемлекеттік дін ретінде ислам дінін шығармайды. Оның ұлы Мұса хан мемлекеттік дінді ислам діні қылып жариялайды. Керейіттер де қазақ мемлекеті қалыптасуында үлкен рөл атқарады. Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырларда өмір сүрген Қыпшақ хандығы Алтайдан Дунайға дейінгі Дешті Қыпшақ аралығын алып жатты. Бұл үлкен аумақта Қыпшақ хандығы өз билігін жүргізген еді. Алтайдан Еділге дейін батыс қыпшақтар, Еділден Алтайға дейін шығыс қыпшақтар билік жүргізді. Моңғолдардың келуімен Қыпшақ хандығы күйреді. Және моңғолдардан кейін Алтын Орда мемлекеті, осы қазақ мемлекеттілігінің, жалпы моңғолдардан 4 ұлыс, Шыңғыс хан өз ұлысын 4 ұлысқа бөледі. Оның негізгі бізге керегі жалпы жетісу жерінде Шағатай, Үгедей және Жошы ұлыстары жалпы осы жетісу өңірінде 3 ұлыс бірігеді. Бір тұтас территориясы бірге тіреседі. Бұлар Үгедей, Жошы және Шағатай ұлыстары. Жалпы қазақ мемлекетінің көп бөлігі Жошы ұлысында болды. Жошы ұлысында болды. Жошы ұлысы өз орнынан батыс Орда ежен, яғни Жошының үлкен орнына Орда еженге Ақ Орданы билеуді. Ал оның 3-ші ұлы Шайбаниге Көк Орданы билеуге берді. Ал жалпы билікті Бату ханның қолына берді. Жалпы Алтын Ордадан кейін билікке оның мұрагері Ақ Орда мемлекеті келеді. Ақ Орда мемлекеті 1428 жылы соңғы ханы Барақ хан қайтыс болады. Ал Барақ хан біздің қазақ хандығының негізін қалаған алғашқы хандардың бірі. Жәнібек ханның ата бабасы еді. Жалпы Керей мен Жәнібек те Орыс ханнан тараған еді. Орыс хан осы Ақ Орданың негізін қалаушы еді. Ақ Орданың ханы болған еді. 1428 жылы Ақ Орда құлағаннан кейін билікке 17 жасар Әбілхайыр хан келеді. Әбілхайыр хан Шығыс Түркістан, Жетісудың көп бөлігі мен Мауреннахрды алып жатқан Әбілхайыр хандығының негізін құрайды. Осы хандықта болашақ қазақ хандары Керей мен Жәнібекті осы хандықтың құрамында Әбілхайырдың қол астында болады. 1457 және 58 жылдар аралығында болған ойрат соғыста ойраттардан ойсырай жеңілген Әбілхайыр хан ойраттармен адам сенгісіз келісімге отырады және салықтың күрт өсуі халықтың наразылығын түсіреді және халық арасында Әбілхайыр ханның ықпалы төмендейді. Осы тұсты тиімді пайдаланған қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібек Моғолстанға қарата 200 мыңдық адаммен көш бастайды. Жалпы қазақ хандығының құрылуында Моғолстан, Ақ Орда, Әбілхайыр хандығы және Ноғай ордасы негізгі рөл атқарады. Осы Моғолстанның ханы Есенбұға қазақ сұлтандарының жақсы қарсы алып оларға Талас, Шу және Қозыбас бойынан жер береді. Бірақ бұл жер бергенмен өзінің ішкі есептері болады. Анталаған жауы көп Моғолстан сияқты мемлекетке осындай бір ықпалды серіктес керек еді. Ойраттардың және моғолстардың соққыларына тойтарыс беру үшін осы жерлерді қазақ хандарына берген еді. Керей мен Жәнібектің күшеюінен қорыққан Әбілхайыр 1468 жылы қазақ хандығына жорық жасайды. Махмуд ибн Уәлидің айтуынша Жетіқұдық жерінде 1468 жылы жорықта Әбілхайыр хан қаза табады. Әбілхайыр хан қаза тапқаннан кейін оның хандығында талас ұрпақтарының арасында талас басталады. 1469-70 жылдар аралығында Керей мен Жәнібек сыр бойына, яғни Дешті Қыпшаққа қайта оралады. Қазақ халқының қалыптасуы мен территориясы. Түркі мемлекеттерінде
Ашина руының үлкен Ашина тайпасының мұрагерлікке, яғни хандықта мұрагерлікке Ашина руының үлкені, осы әулеттің үлкені хан билікке отыратын болған. Ал моғолдарда елдің үлкен ұлы, яғни ханның үлкен ұлы таққа отыратын болған. Біздің осы түркі дәстүрінің тоқтап қалуы қазақ мемлекеттілігінің қайта келуімен жалғасады. Яғни Керей хан, қазақ хандығының ең алғашқы ханы Керей болады. Одан кейін бізде түркілердің де осы дәстүр қайтадан жалғасын табады. Керейден кейін әулеттің үлкені Жәнібек хан болады. Жәнібектен кейін Бұрындық хан болады. 1474-1511 жылдар аралығында Бұрындық хан болған. Бұрындық хан Жетісуды, орталық Қазақстанның көшпенді тайпаларын қол астына біріктіріп, сыр бойындағы жерлер үшін шайбанилермен үлкен жорықтарға түседі. Жалпы 15-16 ғасырларда қазақ хандығының негізгі мақсаты осы сыр бойындағы қалаларды өздеріне қайтару еді. Өйткені осы сыр бойына өтетін батыстан шығысқа дейінгі жетісу жолдарының өз иелігімізге қосу экономикамыздың дамуына, әскеріміздің дамуына, жалпы мемлекеттің дамуына үлкен зор әсер пайда тигізетін еді. Жалпы осы Бұрындықтың тұсында соңғы уақыттарында Бұрындық хан болып тұрғанда да халық арасында Қасымның ықпалы зор болды. Хан 1511-1518, кейбір кездерде 1523 жылдар аралығында хан болған Қасым хан тұсында қазақ хандығының халқы 1 миллионға жетіп, әскер саны 200 мыңға дейін атты әскер саны 200 мыңға дейін жетті. Бұл тұста қуатты болған қазақ мемлекеті ноғай мырзаларын Жайықтан Еділге дейін қуып шықты. Моғолстанмен жақсы қарым-қатынас орнатып, қазақ хандығын Жетісу толығымен қазақ хандығына қосылған еді. Қасым ханның Қасқа жолы атты өзінің заңдар жинаған шығарды. Бұл жерде бізде бөлім саны 5 болды. Мүлік заңы, қылмыстық заңы, әскери заңы, елшілік заңы, сонымен қатар жұртшылық заңы секілді. Одан кейін Қасым хан қаза болғаннан кейін елде таққа билікке тартыс басталды. 5 хан ауысып ел болудан қалды. Ел әлсіреп өзінің басына қуаттылығынан айырылған еді. 1538 жылы Хақназар хан жалпы хандыққа хан болып келеді. 42 жыл бойы ең ұзақ хан болған Хақназар тұсында қазақ мемлекеті Қасым хан тұсында болған Қасым хан тұсында жеткен көптеген жерлерді өзіне қосады. Көптеген айырылған жерлерді қайтадан өз иелігіне әкеледі. 16 ғасырдың 60-70 жылдарында ноғайлары қарсы шауып, ноғайларды толықтай өзіне қосты. Ноғайға бірдей билік жүргізді. Сонымен қатар тарихшылар Хақназар ханды қазақ пен қырғыз ханы деп те атайды. Абдаллах пен Баба Сұлтан арасында болып жатқан талам-тартысты оңтайлы пайдаланған Хақназар Абдаллахпен келісім орната тұрып, Баба Сұлтанмен де келісім орнатқан болатын. Баба Сұлтан бұны біліп қойып, 1579 жылы Хақназардың 2 ұлын, 1580 жылы Хақназардың өзін, яғни Хақназар өлтіреді. Яғни 1580 жылы Хақназар қаза табады. Одан 1580-82 жылдарда Шығай хан болады. Ол тұста Шығай ханның жасы да келіп қалған болатын. 1583 жылы 1598 жылдар аралығында Тәуекел хан билікке келеді. 1582 жылы Баба Сұлтан 1582 жылы Тәуекел хан Хақназардың кегін қайтарып, Баба Сұлтанды дәл осы жылы жеңген болатын. Тәуекелдің ұлы қарақалпақтарды, інісі қалмақтарды басқарған еді. Осы Тәуекел ханның тұсында бұхарлықтармен күрделі соғыс болып, Сайрам, Ташкент, Түркістан, Самарқандты басылған еді. Бірақ осы Бұхара төрінде болған соғыста Тәуекел хан ауыр жарақат алып, 1598 жылы қаза тапқан еді. 1628 жылдары Есім хан таққа отырады. Сырдария үшін болған 20 жылдық соғыста және осы Сырдария үшін болған 200 жылдық соғысты, яғни Бұхарамен 200 жылдық соғысты толықтай жеңіспен аяқтайды. Орталығы Түркістан болды.
Қарақалпақтар қазақ билігіне осы есім ханның тұсында көшіп келе бастады. 17 ғасырдың басында ойраттармен соғыста жеңіске жетеді. Осы есім ханның тұсында елеулі оқиға алады. 1627 жылы Тұрсын хан оның ордасы Түркістанға, есімнің ордасы Түркістанға шабуыл жасап, өзін Ташкент ханы етіп жариялайды. Оны естіген есім хан 1628 жылы Тұрсын ханға шабуыл жасап, оны толықтай жеңіп қатаған, яғни Тұрсын ханды қолдаған қатаған руын болашақта руларға сабақ ретінде толықтай қырып салады. Есімнің ескі жолы атты Қасымның қасқа жолы есімнің ескі жолы заңдар жинағы шығады. Ал екінші Жәңгір хан. Тәуке ханды айтатын болсақ, 1680-1715-18 жылдар аралығында билік еткен Тәуке хан өзінің 7 жарғысын шығарады. Жалпы Тәуке ханның тұсында қазақ елі қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған кезеңде алады. Одан кейін қазақ мемлекеттілігіне жоңғарлар шабуыл жасайды. Осы тұста 1700 жылдарда көптеген қиын-қыстау оқиғалар болады. Осыда қазақ ханы 1771-81 жылдар болған Абылай хан ресейлік патша үкіметімен де Қытайлармен де бейбіт келісімге келіп, қазақ жерінің негізін, қазақ хандығын, осы тәуелсіздігін, қазақ хандығының негізін сақтап қалған еді. Жалпы қазақ хандығының территориясы батыста Каспийге дейін, оңтүстікте Сыр қалаларына дейін, солтүстігінде Сібірге дейін және оңтүстігінде Тянь-Шань тауларына дейін жеткен еді. Сонымен патша үкіметі қазақ елін біртіндеп жаулап, өз қатарына қосып алады. Осы тұста өз жерінен тәуелсіздігінен қазақ мемлекеті толығымен берілмеген еді. Көптеген тәуелсіздік үшін тарихи оқиғалар болды. Көптеген көтерілістер орын алды. Соның бірі 1916 жылы болған үлкен көтерілістер. Жалпы 1917 жылы 27 ақпанда ақпан революциясы орын алды. Патша үкіметі құлап, уақытша үкімет құрылды. Бұл 1917 жылы көктемде тыл жұмысшыларын қайтару атты жарлыққа қол қойылды және қазақ халқы, қазақ елі осы тұста осы оқиғаны үлкен үмітпен қарсы алған еді. Өлке уақытша үкіметтің органдарын құру, яғни Әлихан Бөкейхан Торғай мемлекетінің, Мұхаммед Тынышпаев Жетісу, Мұстафа Шоқай Түркістан мемлекеттерінің уақытша үкіметіне орналасты. Алаш партиясы, Алаш бағдарламасы 1917 жылдың шілдесінде бірінші қазақ съезі өткізіліп, Алаш партиясы құрылды. Оның басшысы Әлихан Бөкейханов болды және 10 бөлімнен тұрды. 1917 жылы сайлауда 43 депутат орынға иеленді. 50 шақты партияның ішінен алдыңғы орынға шықты. Жалпы 1917 жылдың желтоқсанда Орынборда екінші жалпы қазақ съезі өткізіліп, бұл жерде қазақ автономиясы Алаш орда үкіметі құрылды. Осы тұста Семей қаласы орталығы болды және адам саны 25-ке жетті. Жалпы сайлауға басшылық ретінде 3 адам түсті. Әлихан Бөкейханов, Тұрлыбаев және Құлманов. Бұл арқылы бізге демократияны жеткізгісі келді. 40 дауыспен Әлихан Бөкейханов жеңіске жетті. Жалпы батыс бөлігін Жаһанша Досмұхамедов басқарды. 1918 жылы Колчак Алаш орданың қызметіне тыйым салды. Осы тұста көптеген жаншыптастаулар болды және көптеген қазақ зиялылары қуғын-сүргінге ұшырай бастады. 1917 жылы Қазақ АКСР құрылып, бұл тұста қазақ жерлері біріктіріліп, Қазақстан шекаралары анықталды. 1936 жылы Қазақ АКСР Қазақ КСР-лі болып қайтадан құрылып, толық одақтас республикаға айналды. Және алайда кеңестік кезеңде Қазақстан тоталитарлық жүйенің құрамында болды, ұлттық ерекшелікке шектеліп, саяси қуғын-сүргіндер әлі де орын алып жатты. Жалпы 1980 жылдардың соңына қаратай кеңес одағының саяси және экономикалық жүйесі құлдырауға ұшырады. Дәл осы тұста 1986 жылы болған 5-ші пленумда қазақтың бірінші хатшысы
бірінші хатшысын Дінмұхамед Қонаевты алып чабуына Колбинді қолуы қазақтың жастарын, қазақ мемлекетінің ұлттық сана сезімін оятып, ду етіп көтеріліс басталды. Осы көтерілістің нәтижесінде көптеген бұл көтеріліс КСРО-ның негізгі ыдырауына себеп болды. Қазақ елінің тәуелсіз мемлекетке айналуына, КСРО-ның ыдыруына осы көтеріліс негізгі себептердің бірі бола білді. Жалпы қазақ елі осыдан бірден тәуелсіздік алған жоқ. Одан кейін бірнеше іс-шаралар жүзеге асты. 1989 жылы 22 қыркүйекте қазақ КСР тілдері туралы заң қабылданды. 1988 жылдан бастап қазақ зиялылары толықтай аяқтала бастады. 1989 жылы мамырда маусым КСРО халық депутаттарының бірінші съезі өтті және осы тұста КСРО-ны ыдырату туралы көптеген талқылаулар жүзеге асты. Сонымен 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан мемлекеті өзінің тәуелсіздігін жариялады. Оның алдында 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР атауы Қазақ Республикасы болып өзгертілді. 1990 жылдың 23 қазанында Қазақ КСР мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданды. Жалпы осы қазақ мемлекеті тәуелсіздігін алғаннан кейін көптеген іс-шараларды қазақ елін дамыту мақсатында көптеген реформалар мен көптеген халықаралық ұйымдарға мүше болды. Оның бірі 1992 жылы 2 наурызда Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Жалпы тәуелсіздік алған жылдары тәуелсіздігіміздің негізгі құндылықтарының бірі ол елтаңба ту және әнұран еді. Елтаңба мен туымыз 1992 жылы 4 маусымда жарық көрді. Әнұранымыз 1992 жылы 11 желтоқсанда жарық көрген еді. Осы тұстағы ең ірі реформалардың бірі Қазақстан 2030 еді. 1997 жылы бұл жүйе қабылданды. Жалпы 1996 жылы 8 қазанда 1997 жылға арналған негізгі бағыттар болды. 1997 жылы 1 қазанда Қазақстан 2030 даму стратегиясы жолдауда айтылды. Стратегияның жалғасы Қазақстан 2050 еді. 2012 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 мақсат дамыған 30 елдің қатарына қосылу болды. Бағыт саны 7 болды. Жалпы Қазақстан осы көптеген ұйымдарда мүше болды. Оның бірі Еқұ ұйымы саммитінде Астанада өтуі және Ислам конференциясына мүше болуы, оған 57 мемлекет мүше болды. Жалпы 2012 жылы Астанада түрік әлемінің мәдени астанасы, ядролық қарусыз әлем астанасы форумы өтті. Дәл осылай қазақ мемлекеті өзінің дамуы мен өмір сүруін тоқтатпады. Қорытындылай келе, қазақ мемлекетінің тарихы тереңде жатыр. Сонау ғұндан басталатын қазақ тарихы қазірде өз тарихын жазуда. Жалпы патша үкіметінің КСРО-ның құрамында болса да, өз діліне қастандық жасалса да, ұлттық тектілігінің арқасында қазақ халқы, қазақ елі бұның бәріне тойтарды алды. Және осы тұста қазақ мемлекетінің қайтадан қалыптасуына негіз бола алды. Ұлттық бірлік пен тарихи сабақтастық Қазақстанның болашақта дамуы мен өркендеуіне үлкен үлес қосады.